Бисмиллахиррахманиррахим. Алланың атымен бастаймыз. Асты сынап мінеме, сынауға болмайды. Себебі, бірде ібліс Алла тағаланың әділдігін сынамақ болып, «Уа Тәңірім, сен әділетті шеберсің. Дүниеде бар заттың орнын белгіледің, артық кем етпедің. Әділдігіңде шек жоқ. Бірақ жерге қазық қағылғанда оның орнындағы топырақ қайда кетеді?» деп сұрайды. Хақ тағала, кімде-кім біреудің үйінде мейман болып, берген асын жемей тыжырынып, астамсыса, оның аузына құйылады дейді. Мейман риза болса ше? Онда қонаққа оң қабақ танытпаған үй иесінің аузына құйылады. Үйдің иесі де қонақта риза болса ше? Онда қазықтың орнындағы топырақ сенің аузыңа құйылады депті Құдай. Ібліс аузынан қағынып жүгіре жөнеліпті. Содан бастап адам алдына келген асты сынап мінемейтін болыпты.